Сәлем, бүгін сіздерге құйрық майдың сіз білмейтін пайдасы мен зияны туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Мен әрине қуанышты боламын. Қой қазақтың қазынасы деп жатады. Бұрынғы ата-бабаларымыз қой бағып күн көрген, ол кезде қазіргідей медицина дамымаған болуы керек. Ауырған шағында табиғатта әр өнімді дәрілік тұрғыда пайдаланып жүрген. Ал осы тұста әлі күнге дейін сақталып келе жатқан дәрілік табиғи өнім ол қойдың құйрық майы. Сіз бұл жайлы не білесіз? Жалпы қойдың құйрық майы 3 түрге бөлінеді екен. Олар құйрық май, шарбы май және бүйрек май болып. Алайда дәрілік мақсатында көбіне құйрық майды қолданады. Құйрық майдың емдік қасиеттері жөтелді басып, қақырықты босату үшін құйрық майды шыжғырып 50 грамм мөлшерінде ыстықта ішеді екен. Тұмаудан болған созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке қосып ішуге де болады екен. Жаңадан туған бөбектерді әр 7-де 1 рет тұзды суға шомылдырғаннан кейін суықтан сақтану үшін және теріні жұмсарту мақсатында қойдың майымен сылайды екен. Балаларға тұмау тиіп жөтелгенде алқымды, алақанды, табанды қойдың жылы майымен сыласа сауығады дейді. Ішуге және денедегі тері ауруына қолдану үшін қойдың майына дәрі өлтіретін болған. Денеге қатты суық тиген кезде ұйықтар алдында табанға жағып жатса, таңға дейін денедегі суықты алады деп жатады. Және ұйқыңыз тыныш болады дейді. Ал зиянды жағын айтатын болсақ, дәрігерлер көбіне көп қолданбаған жөн деп жатады. Пайдасы жоқ емес әрине бар дейді. Оны мазь, гель ретінде ғана пайдалануға болады дейді. Оның зияны тоқ ішектің қабынуы болуы мүмкін дейді. Малдың майын жегеннен кейін артынан салқын су ішсе, әлгі май ішекте қатып қалады. Сол кезде калит болып қаласыз. Оның сіңілуі қиын, ауыр тағамға жатады екен. Жегеннен кейін бірден ұйықтаса, асқазанға зияны тиіп жатады екен.